Pinduodu'ны жүктедім, бірақ приложение не установлено деп шығып тұр. Қарасаңыздар, міне мен Pinduodu'ның барлық версияларын жүктеп шықтым, бірақ менде не установлено деп шығып тұр. 1-2 күн бұрын мен телефонымды перезагрузить еткен болатынмын. Сол кезде Pinduodu өшіп қалған еді. Енді қарасаңыздар, міне установка дейді и вредоносное приложение заблокировано деп тұр. Енді осыны қалай ашамыз? Ол үшін біз настройкаға кіреміз өзіміздің Android'тағы и Google Play защита дегенді поисковикке жазатын боламыз. Поисковикке жазасыздар и осы жерден осылай загрузка болып тұр. Google Play защита деген таңдаймыз. Биометрия, Google Play защита. И осы жерде міне біздің Pinduodu'мыз тұр. И қарасаңыздар, сіздерде осы жерде болу қажет. Менде установить етіп қойдым уже. Осы жерде открыть немесе тұрады ғой деймін. Есімде қалмапты. Мінекей қарап тұрғаныздар, менде Pinduodu установлено. Барлығы жұмыс жасап тұр, картасы да жұмыс жасап тұр. Карта оплаты. Егер пайдалы ақпарат болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.